Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Арай. Бүгін майсыз, ұнсыз сүзбелі пирог дайындаймыз. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен ыдысқа сүзбе, 4 сарыуыз, 20% қаймақ, менде дүкеннің қаймағы, жүгері крахмалын қосып, блендерден өткіземіз. Басқа ыдыста 4 ақуыз, шым-шым тұз, қант, ванильді қант қосып, жай жылдамдықта миксерлейміз. Менде шамамен 10 минут кетті. Видеодағыдай ақ пені шығу қажет. Сол кезде біздің пирог жақсы пісіп, көтерілетін болады. Сүзбелі массаның үстіне біртіндеп салып, астыдан үстіге қарай ақырын араластырамыз. Мен 3 бөлікке бөліп салдым. Менде форманың диаметрі 23 см. Пергамент қағазын салып, жан-жағын сары маймен майлаймыз. Сүзбелі массаны формаға салып, бетін тегістейміз. Алдын ала қыздырылған пеште 160 градуста 40-45 минут пісіреміз. Пирогты толықтай суытып аламыз. Енді формасын алып, тоңазытқышта 1 сағаттай ұстаймыз. Қаймақ пен қантты араластырып, пирогтың үстіне жағамыз. Мен малинамен әсемдедім. Ол міндетті емес, басқа да жеміс-жидектермен әсемдесеңіздер болады. Сүзбелі пирог өте дәмді болып шықты. Калориясы аз, қантты да көп қоспадық. Соның өзінде керемет шықты. Астарыңыз дәмді болсын.